Сәлем баршаңызға, менің тоқымашылығым екен YouTube арнама қош келдіңіздер. Егер сіздер тоқымаға қызықсаңыз, менің арнама міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Бүгінгі видеода біздер осындай ерекше прихватка, подставка тоқып үйренетін боламыз. Бізге қажетті 2,5 крючок және де 100% акрил жібі. Мендегі дәл осындай жіп болды. Әртүрлі түстерінен алсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қараңыз, сізге тоқылу жолымен бөлісетін боламын. Ендеше тоқымамызды бастаймыз. Сұқ саусағымыздың көмегімізбен жібімізді дәл осылай орап аламыз. Крючоктың көмегімен ұзын жібін тартып шығарамыз. Осы жерден 6 бос ілмек көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неке, дәл осылай 6 бос ілмек көтеріп аласыздар да, ең алғашқы тоқыған петляға біріктіретін боламыз. Петлядан жіпті тартып, екінші ілмекке ілеміз. Жіпті ұстап тұрып, осы жерден 3 бос ілмек көтеретін боламыз. 1, биіктігі үшін 3-ін көтереміз. 2, 3 және арка үшін тағы да 1 бос ілмек көтеретін боламыз. Сонда бізде 4 бос ілмек болатын болады. Енді шеңбердің ішіне 1 столбик накидін тоқимыз. 1 столбик накидім. Енді мына жерде 3 бос ілмегіміз бізде 1 столбикті құрайды, сонда бізде 2 столбик тоқылды деп есептеледі. Ары қарай 1 бос ілмек көтереміз. 3-ші столбик накидім. Біздер бұл қатарда әрбір столбиктің ортасына 1 бос ілмектен көтеріп отырамыз. 3 столбик накидім және 1 бос ілмек. 4-ші столбик накидім. 1 бос ілмек. Енді қараймыз, әрбір столбик накидінің ортасына 1 столбик, 1 петля теріп отырып, барлығын қосқанда 12 столбик накидін тоқып шығамыз. Бірінші қатарды аяқтап алдым мен, мына жерде тұрған 3-ші соңына мен 1 бос ілмек көтеріп алдым, және 3-ші бос ілмекке мен біріктіріп алам қазір. Дәл осылай біріктіреміз. Бірінші қатар аяқталды бізде. Жібімді қиып дайындап алдым. Дәл осы аркаге, яғни 2 столбиктің ортасынан басқа түсті, екінші түсті жібімізді алып, осы жерден 1-ден 3 бос ілмек көтеретін боламыз. 1, 2, 3. Мына 2 қиған жіптерді міндетті түрде ұстап жасырып кетеміз. Енді дәл осы 3 бос ілмек шыққан жерден 1 столбик накидін тоқимыз. Сонда бізде 2 столбик болатын болады. Ары қарата 1 петля, яғни 1 воздушная петля, 1 бос ілмек. Жіптерді міндетті түрде ұстап жасырып кетеміз. Келесі 2 столбиктің арасынан 1-ші столбик накидім және 2-ші столбик накидім. 1 бос ілмек тоқимыз. Келесі тесікке тоқимыз. 1 столбик накидім. Және осы тесікке 2-ші столбик накидім тоқимыз. 1 бос ілмек тоқимыз. Келесіне де дәл солай, келесі тесікке де 1-ші столбик накидім. 2-ші столбик накидім, осы тесікке тоқимыз. 1 бос ілмек тоқимыз. Енді ары қарата өзіміз дәл осылай 1 тесікке 2 столбик накидім тоқимыз. Неке, мына тесікке 2 столбик накидін тоқып, ортасына 1 петля көтереміз. Келесі тесікке де дәл солай соңына дейін аяқтап шығамыз. Қатарды мен өзім аяқтап алдым. Енді 1 петля көтердім. Ары қарай 3-ші бос ілмекпен біріктіріп алатын боламыз.
Екінші қатарымыз осымен аяқталды. Жібімді қиып дайындап алдым. Үшінші қатар мына аркіден жіпті шығарып аламыз. Келесі түсті жібімізді шығарып алатын боламыз. Осы жерден бірден 3 бос ілмек көтереміз. 1, 2, 3. Енді дәл осы аркіге 2 столбик сына кедін тоқимыз. Бірінші столбик сына кедім. Және осы аркіге екінші столбик сына кедін тоқитын боламыз. Бір бос ілмек көтереміз. Келесі аркіге де солай жіпті міндетті түрде ұстап, арасына жасырып кететін боламыз. Келесі аркіге де 3 столбик сына кедін шығарамыз, тоқимыз. Бірінші столбик сына кедім. Дәл осы аркіден екінші столбик сына кедін шығарамыз. Осы жерден үшінші столбик сына кедін шығарамыз. Бір бос ілмек тоқимыз. Ары қарата келесі аркіден 3 столбик сына кедім. Бірінші столбик сына кедім. Осы аркіге екінші столбик сына кедім. Осы аркіге үшінші столбик сына кедім. Яғни біздер бір бос ілмек көтереміз. Яғни әрбір аркіге 3 столбик сына кедім тоқып жатырмыз. Бірінші столбик сына кедім. Екінші столбик сына кедім. Және үшінші столбик сына кедім. Бір бос ілмек көтереміз. Ары қарата енді дәл осылай қайталап өзіміз аяғына дейін аяқтап шығамыз. Яғни әрбір аркіге мынадай етіп 3 столбик сына кедін тоқимыз да бір бос ілмек көтеріп отырамыз. Келесі аркіге де дәл солай қайталаймыз. 3 столбик сына кедім және бір бос ілмек көтеріп, соңына дейін өзіміз тоқып шығайық. Қатардың аяғына келдім. Үшінші бос ілмекпен міндетті түрде біріктіріп алатын боламыз. Осылай біріктіру амалын жасаймыз. Жібімді қиып дайындап алдым. Төртінші қатар бізде. Мына аркіден келесі түсті жібімізді шығарып алатын боламыз. Ары қарата биіктігі үшін 3 бос ілмек көтереміз. 1, 2, 3 және аркі үшін 2 бос ілмек көтереміз. 1, 2. Сонда барлығы 5 бос ілмекті бірден көтеретін боламыз. Енді жіптерді міндетті түрде жасыруға ұстап отырамыз да. Мына жердегі петляға 1 столбик сына кедін тоқимыз. Екі бос ілмек көтереміз. Келесін енді аркіден тоқитын боламыз. 1 столбик сына кедім, мына аркіге тоқитын боламыз. 1 столбик сына кедім. Ары қарата, яғни 1 столбиктердің арасына 2 бос ілмек тоқимыз. 1, 2. Жіптерді ұстап жасырып отырамыз. Келесі петля, мінекей мына петляға. Мен шатасып кеттім. Бірінші дәл осы петляға 1 столбик сына кедін тоқитын боламыз. 1 столбик сына кедім. Екі бос ілмек көтереміз. Келесі аркіге 1 столбик сына кедім. Екі бос ілмек көтереміз. Келесі петлямыз мінекей мына петляға 1 столбик сына кедін тоқимыз.
2 бос ілмек көтереміз. Келесін аркаға тоқимыз. 1 столбик накидім. Яғни кезектестіріп отырамыз. 2 бос ілмек. Келесін мына екінші столбиктің үстіндегі петляға тоқимыз. 1 столбик накидін тоқимыз. Енді арғарата, яғни бізде мына аркіден кейін 1 столбик накидімнен кейін арка үшін 2 петля көтереміз де, келесін аркаға тоқитын боламыз. 1 столбик накидім, 2 петля көтереміз. Одан кейінгісін екінші столбиктің петлясына 1 столбик накидім шығаратын боламыз. Дәл осыны қайталай отырып, соңына дейін өзіміз тоқып шығайық. Қатардың аяғына келдім мен. Енді біріктіріп алатын боламыз. Үшінші бос ілмекпен біріктіреміз. Енді осы жерден біздер 1, 2, 3, 4 бос ілмек көтереміз. Келесімді мына столбик шыққан жердегі петляға біріктіру амалын жасайтын боламыз. Дәл осы петляға жұмыс жібін тартып алып, жай ғана біріктіреміз. Бізде осындай шағын арка шықты. 3 бос ілмек көтереміз. Енді тоқымамызды бұрамыз. Осы жерден, мына тесіктің ішінен 5 столбик накидін тоқимыз. Мына жерден 5 столбик накидін тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Біздер 5 столбик накидім. Мына 3 бос ілмекпен 6 болады. Арғарай қайтадан тоқымамызды оң жақ бетіне бұрамыз да. Енді мына астында тұрған 1 столбикке, яғни 1 бағанаға кішкене мына бағананың астынан үстіне қарай өткізіп тоқитын боламыз. Кішкене жібімізді тартып жіберсек болады. Міне дәл осылай астынан үстіне қарай столбик накидін тоқып шығамыз. Осы жерге де 5 столбик накидін тоқимыз. Біріншісі, екінші столбик накидім. Үшінші столбик накидім. Төртінші столбик накидім. Және бесіншісі. Дәл осы жерге 5-ші столбик накидін тоқимыз. Бізде дәл осылай шығатын болады. Енді жаңағы ең алғаш біріктірген жерімізге дәл осылай тоқымамызды бұрып аламыз, ұстап. Мына жерге біріктірдік қой жаңа. Осы жерге, жібімізді үстіне қарай көтереміз де, осы жерге тағы да біріктіру амалын жасаймыз. Бізде осындай петля пайда болады. Енді ары қарай тағы да 4 бос ілмек көтереміз, қайталаймыз дәл осы узорды. 2, 3, 4. Келесі столбиктің петлясына төбеде тұрған біріктіріп аламыз. Тағы да қайтадан қайталап жіберем. Біріктіруді орындаймыз. Ары қарай 3 бос ілмек көтереміз. 1, 2, 3. Тоқымамызды бұрамыз. Мына жердегі тесікке тағы да 5 столбик накидін тоқимыз. Бірінші столбик накидім.
екінші столбик сына кидім, үшінші столбик сына кидім, төртінші столбик сына кидім, төртінші столбик сына кидім және бесінші столбик сына кидім. Енді тоқымамызды оң жақ бетіне бұрамыз. Ары қарата мінекей мына столбиктің артынан 5 столбик сына кидім тоқитын боламыз. Мына жерден бірінші столбик сына кидім, екінші столбик сына кидім, үшінші столбик сына кидім, төртінші столбик сына кидім, бесінші столбик сына кидім. Енді ары қарай жаңағы біріктірген жерімізге мына өру тесікке әкеліп, петляға әкеліп біріктіретін боламыз. Дәл осындай бізде не шығатын болады. Ары қарай біреуін көрсетейін тағы да. 4 столбик сына кидім тоқимыз. 4 бос ілмек көтереміз. Мына петляға біріктіреміз. 3 бос ілмек көтереміз. Және тоқымамызды бұрып, дәл осы аркіге 5 столбик сына кидім тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді тоқымамызды бұрып, астыңғы столбиктің артынан алып столбик сына кидім тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, және мына петляға біріктіреміз. Енді ары қарата дәл осыны қайталай отырып, мына жерден 4 петля көтереміз. Мына жерден 4 бос ілмек көтереміз. Мына петляға біріктіріп алып келеміз. Одан 3 петля көтереміз. Одан кейінгі, яғни осындай не тоқимыз. Және осы жердегі тесіктен 5 столбик сына кидім тоқып, қайтадан тоқымамызды бұрып, мына столбиктің астынан үстіне осылай шығарып, дәл осы жерден жаңа көрсеткендей 5 столбик сына кидім тоқимыз да қайтадан осы петляға келіп біріктіреміз. Солай айналдырып қайталап отырып, осындай соңына дейін тоқып шығамыз. Мен тоқып болдым. Менде осындай әдемі подставка шықты. Сіздер де қолдарыңызды үйретіп, өздеріңіз тоқып алсаңыздар болады. Менімен бірге соңына дейін тоқып шыққандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар.